Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында өзіңізді жақсы жағына өзгертуге көмектесетін 7 қағида туралы пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін әрқашанда маңызды. Айналаңыздан өзгеріс қалайсыз ба? Ендеше өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Айтқан сөзінде тұрмайтын адамдарға уақыт өте ешкім сенбейтін болады. Сондықтан да айтқан нәрсеңізді әрқашан орындауға тырысыңыз. Бұл соншалықты қиын емес. Яғни бірінші кеңес айтқан сөзіңізде тұрыңыз. Екінші кеңес аяушылық білдіріңіз. Әлем тек сіздің айналаңызда айналып жатқан жоқ. Сіздің армандарыңыз бен қалауларыңыз басқалардыкінен маңызды немесе артық емес. Тек өзіңізді ойламаңыз. Қажет кезде аяушылық білдіре біліңіз. Бұл басқаларды түсінуге және қабылдауға көмектеседі. Үшінші кеңес басқаның уақытын алмаңыз. Әр адам үшін өзінің уақыты маңызды. Сондықтан барлық жерге кешігіп жүруден аулақ болыңыз. Жақсы бола түскіңіз келсе, басқа адамдардың уақытын құрметтеңіз және бағалаңыз. Төртінші, жауапкершілік алып үйреніңіз. Қандай да бір жағдай сіз ойлағандай болмаса, бірден басқаларды кінәламай, өзіңіздің әрекеттеріңізге шолу жасаңыз. Өзіңіздің бір нәрсені дұрыс істемегеніңізді мойындау әлсіздік емес, қайта мықтылық. Келесі кеңес жүрегіңізге жақын қабылдамаңыз. Адамдар басқалардың айтқан сөзін немесе әрекетін жиі көңіліне алады, немесе оларға ренжіп қалады. Алайда басқалардың әрекетінде сіз жоқсыз. Олардың істеген нәрселерді, олардың ішкі жан дүниесін көрсетеді. Барлық нәрсені өзіңізге қабылдауды доғарыңыз. Сол кезде өміріңіз де жеңілдей түседі. Алтыншы кеңес, бірдеңе айтпас бұрын жақсылап ойланыңыз. Айтылған сөз, атылған оқ. Көпшілік ашумен жағымсыз нәрселер айтады да, кейін ол үшін қатты өкінеді. Сондықтан бірдеңе айтардан бұрын жақсылап ойланып алғаныңыз жөн. Ашу үстінде болсаңыз, ештеңе айтпай-ақ қойыңыз. Себебі адамдар жиі ашу үстінде бір-бірлеріне өте ауыр сөздер айтады. Бұл сөздер кейін жақыныңыздың жүрегінде қалып қоюы мүмкін. Сондықтан әңгімені тынышталғаннан кейін жалғастырғаныңыз жөн. Жетінші кеңес, өзіңізді жақсы көріңіз. Әдетте өзін жақсы көретін адамдар айналасындағыларды да жақсы көреді. Өз-өзіне қамқор болатын адамның басқаларға да берер мол. Айналаңызды жақсы көрсеңіз, оған жаман нәрсе жасамайсыз. Өзіңізді сынға ала бермеңіз. Өз болмысыңызды қабылдап үйреніңіз. Алайда ешқашан дамуды тоқтатпаңыз. Өміріңіз өз қолыңызда. Бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын.